Сәлем! Қазір мен сіздерге жастарға үлкен ой салған және де қазақ фильмінің танымал туындысы «Шал» фильмі туралы айтатын боламын. Бұл фильм көрерменге әрқилы әсер етті. «Шал» фильмі ұлттық құндылықтарға шақырады. Түптеп келгенде бұл фильмдегі бір мақсат – ол тамырыңды ұмытпау. Ендеше фильмге келсек. Фильм былай басталды. Сіздер ең бірінші футболдың фанаты қарт кісіні байқайсыздар. Иә, ол осы фильмнің бас кейіпкері. Және немересі мен келіні болады. Сіздер басында немересі мен атасының арасындағы түсініспеушілікті байқауларыңыз мүмкін. Және де содан кейін орыстар келеді. Орыстар өздерінің қасқыр атуға келген және ауылды іздеп жүргенін айтады. Бірақ Шал оларға ескертеді. Қасқырды атуға болмайды, өйткені олар кегін алу үшін қайтадан шабуыл жасайды дейді. Бірақ олар оның сөзіне мән бермейді. Міне осылай басталады. Және де Шалдың қой кезекке келетін кезегі келеді. Солай ол қой кезекке шығып, өзінің далада адасқанын түсініп, және көптеген қиындықтарға тап болады. Бірақ мен бұл барлық қиындықты айтып отқанша, өзімнің осы фильмнен түсінгенімді айтып берсем. Бұл фильм менің жүрегімді елжіреткен фильмдердің бірі болды. Менің осы фильмнен түсінгенім ол қадірлей білу және де осынша қиналған аталарымызды ұмытпау. Бізге кітапта осы фильмде қыстың қаһары қандай болғанын айтуды берген екен. Қыс бұл фильмде суық әрі тұман аязы бейнеленген. Шалдың осындай ауа райында үлкен далада қалғанын көбін мұңайтқан шығар. Және де оның көп қиналғанын көреміз. Әне дегенше менің шағын видеомда аяқталып қалыпты. Ендеше видеомда аяқтай келе, осыншама ой салған, көп нәрсені ұғындырған осы фильмнің актерларына, авторларына және сценаристарына көптеген алғыс білдіремін. Сіздерге алғысым шексіз. Ендеше мен видеомды аяқтаймын. Осындай фильмдер көп болсын.